Арқарбай Шоқантайұлы Жарма ауданының Бөлектас ауылында дүниеге келіп, сонда өсіп, 1948 жылы 83 жасына келіп дүниеден өткен. Әулие бақсы, көріпкел, емші сияқты киелі қасиеттерді бірдей ұстанған, жаратылысы бөлек адам. Арқарбайды көздері көріп, құлақтары естіген көптеген адамдармен сырластым. Айтуынша, ол кісінің ұшырып алып кететін киесі болған деседі. Ол қаншалықты рас? Сол тұлғалардың бірі Жатамір Әбділданың әңгімесіне сүйенетін болсақ, ол кісі дөптеген жеріне азғантай уақытта белгісіз бір күшпен жетіп қояды екен. Жатамір Әбділда 1912 жылы туған байырғы теміржолшы, Аягөз қаласының тұрғыны. 1937-38 жылдардың кезеді. Жарым екеуміз қатымға бара жатқанбыз. Жолдан Арқарбай дуананы көрдік. Ассаламу алейкум аға. Уағалейкум ассалам. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе қара? Қайда жол тартып барасыз? Қатымға бара жатқан. Біз де қатымға бара жатқанбыз. Бізбен бірге жетіп алсаңшы, күн борайын деп тұр. Жоқ шырақтар, жолдарынан қалмаңдар. Бәлкім сендерден бұрын жетермін. Онда біз жолдан қалмай кете берейік. Жолдарың болсын. Сындыға ел айтса айтқандай екен. Бұл кісінің ұшып алатын қасиеті бар екен ол? Иә, киелі кісі екен. Осындай жайды Егіз Қызыл разъезінің темір жолшысы болған Бақаев Бейнесбай ақсақалда дәлелдеп айтады.